Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ақ шаштың ерте пайда болуы туралы болмақ. Ақ шаштың ерте пайда болуы денсаулыққа қатысты қандай проблеманы көрсетуі мүмкін? Көпшілік ақ шаштың ерте пайда болуын тек тұқым қуалаушылықпен байланыстырады. Алайда оған әсер ететін факторлар көп. Жас кезде ақ шаштың пайда болуы денсаулыққа қатысты қандай проблеманың себебі болуы мүмкін екенін қарастырып көрелік. Ең алғашқы себеп темір тапшылықты анемия. Дене бойымен оттек тасымалдайтын қызыл денедегі гемоглобин мен ақуызды бөлу үшін біздің ағзамызға темір қажет. Егер ол жетіспесе, темір тапшылықты анемия пайда болады. Оның негізгі белгілеріне шаршай беру, терінің бозаруы, тырнақ сынғыштығы жатады. Анемияның дамуын шашқа қатысты проблемаларда көрсетуі мүмкін. Мысалы, оның көп түсуі және ерте ағаруы. Сондықтан, егер ерте ақ шаш пайда болса, дәрігерге қаралып, анализдер тапсырып көріңіз. Келесі себеп ағзаға мыстың жетіспеуі, яғни цинк. Ақ шаштың ерте пайда болуы кей микроэлементтердің, соның ішінде мыстың жетіспеуінен болуы мүмкін. Ол біздің ағзамызға шаштың табиғи түсін анықтайтын, жауап беретін пигмент, яғни меланиннің түзілуі үшін қажет. Ағзада мыс жетіспеуін мына белгілерден түсінуге болады. Олар жиі тұмаурату, сүйектердің әлсіздігі, көрудің нашарлауы және есте сақтау мен зейін қоюдың нашарлауы. Келесі себеп B12 дәруменінің жетіспеуі. Бұл дәруменнің негізгі ерекшелігі оның қан түзілім процесіне және эритроциттердің түзілуіне қатысуы. B12 дәрумені ақыл-ой қызметінің қалыпта ұстауға және инфаркт пен инсульт пайда болу қаупін азайтуға қажет. Бұл дәруменді жануар тағамдарынан алуға болады. Олар қызыл балық, жұмыртқа, сүтті өнімдер, сиыр еті сияқты өнімдер. Бұл дәруменнің жетіспеушілігін шаштың ерте ағаруы және терінің сарғаюы, демікпе, тері ауруларының пайда болуы білдіруі мүмкін. Және де келесі себеп қалқанша без ауруы. Ақ шаштың ерте пайда болуын қалқанша без аурулары ынталандыруы мүмкін. Сондықтан, егер өзіңізден ақ шаштың пайда болғанын байқасаңыз, эндокринологқа көріну артық етпейді. Емді уақытында бастау арқылы шаштың ерте ағаруын тоқтатуға болады. Д дәруменінің жетіспеуі. Ағзасына Д дәрумені жетіспейтін адамдар көптеген жағымсыз белгілерге шалдығады. Мысалы, бұлшық ет әлсіздігі, созылмалы аурулар, ұйқының бұзылуы, терінің құрғауы және шаштың ерте ағаруы. Д дәруменінің көп бөлігін біздің ағза күн сәулесінің әсерінен өзі бөледі. Сондықтан, онымен көбіне күн дұрыс түспейтін жерлерде тұратын тұрғындар қиналады. Ақ шаштың ерте пайда болуын және басқа да проблемалардың алдын алу үшін рационға нақты өнімдер қосу керек. Мысалы, албырт, сардина, саңырауқұлақ және табиғи апельсин шырыны. Асқазан, ішек жолы аурулары. Ағза күрделі жүйе болғандықтан, ондағы барлық процестер бір-бірімен өзара байланысты. Сондықтан, егер ас қорытумен немесе тамақтың сіңуімен қандай да бір проблема болса, оның терісінің жағдайы нашарлайды. Аузынан жағымсыз иіс шығады және тері қышуы мүмкін. Кейде ол асқынып кетсе, шаш ерте ағаруы мүмкін. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Видео астына өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Және де ескерте кететін жайт, өздігіңізден емделуге болмайды. Диагнозды тек дәрігер қояды. Осыны ұмытпайық. Келесі кездескенше.